жетпес соңғы турларда көп ұпай жоғалтты. Шабуылда оқ жетпес, соққы бағыттауға болады, бірақ да қорғанысын мақтауға болады. Қорғаныс жарап тұр. Шабуыл және қақпаға соққы бағыттау. Екінші айналымда Астанада қазір қақпаға жақын. Былтыр Астанада өткен матчта жеңіс есе қайтарды. 3-2 есебімен жеңіске жеткен болатын. Айбар Буриев сол кезде дубль жасаған. Жеңістің ұмтылысы. Қақпа маңында жақсы пас. Тоқтатты. Жетті. Жанкелер қолдап жатыр. Жанкелер тамаша, белсенді. Бұл жерден Ислам Қалелдің қақпасынан сіңіп. Міне оқ жетпес қақпасына гол кіру әбден ықтим. Өз орнын әріптесіне босатты қазір қақпаға. Соққы топ қақпадан Қиыс Серікбаев. Алыстан. Албатта өткен болатын Серікбаев. Бір шабуылға шықты. Алдың шепке өте жақсы пас және жеңістің мүмкіндігі бар. Малтықбай. Горячих мына алаңға шыға сала белсенді қақпаға. Дәл пас. Жеңіс футболшылары алыс бұрышқа жиналып жатыр. Қақпа маңына қарай. Жеңістің тағы бір шабуылы алыстан соққы. Жеңістің тағы ұмтылысы Абай соққы. Қақпа маңына қарай жақсы пас. Өте жақсы пас. Қақпа маңына қарай пас. Мүмкіндік және гол емес. Кеңістік бар. Кеңістік өте көп. Пас, соққы және тамашасы. Жиналған болатын. Алыстан соққы. Келесі. Қақпа маңына қарай жақсы пас. Жеңістің тағы бір шабуылы Абай. Әмірхан алдады. Әмірхан Абай. Елордалық команда сапында алаңға шықты. Алға жақсы пас, соққы. Шыға алмады. Оңға пас. Енді өтуге болады Горячих. Алыстан соққы және гол! Жеңіс алға шықты, жеңіс гол соқты. Дайындағандары бар секілді. Лукмак жетті. Ал бұл соққы жасаған Абыз Ерғалиұлы. Жоқ, Андрей Беляев әрине. Андрей Беляев соққы жасаған. Алыс бұрышты доп. Ол жетпес есепті теңестіріп кету әбден ық. Соққы бағыттады. Тағы бір мәрте соққы жасауға болады және матчты. Деп ақыр 2-0 бола ма, болмай ма? Соққы! Бірақ топ қақпадан сәт. Маусымдағы алғашқы 2 ойында да 3 ұпайдан еншілеп